Бұл төбетті егесі көшеге тастап кетті, және ол кек алу үшін бүтіндей ит әскерін жинауға бел байлады. Бұл Белый бог фильмі, және оның сізді бейжай қалдырмайтыны сөзсіз. Лили есімді қыз қала көшелерінде велосипедпен кетіп бара жатыр, және әлдекімді іздеуде. Кенет оны бір топ қаңғыбас иттер қуалай бастайды. Қыз педальдарды жылдамырақ айналдыра бастайды, дегенмен иттер оның соңынан қууларын жалғастырады. Біз алыс емес өткен шаққа қайтамыз. Лили өзінің сүйікті иті Хагенмен көңілдене ойнауда. Оның анасы Австралияға қоныс аударып жатыр, және ол өзінің қасапшы әкесінің қасында қалады. Бұл ер адам жануарларға шыдай алмайды. Түнде ол Хагенді жуынатын бөлмеге қамап қояды. Байғұс ит шағымдана ұлиды, және қыз оны тынышталдыруға тырысады. Таң атады. Біз Лилидің Хагенмен бірге ваннада түнегенін көреміз. Олардың пәтерлерінің әлдекім қоңырауын қағып тұр. Сөйтсе, заң бойынша барлық ит егелері олар үшін салық төлеуге мәжбүр екен. Ер адам мұны жасаудан бас тартады. Лили үйден қашып кетіп, өзінің сабалақ досымен бірге серуендейді. Содан кейін музыка мектебіне беттейді. Ол кедергі келтірмеу үшін Хагенді шкафқа жасырады, бірақ төбет босанып кетіп, дайындықты құртады. Бас дирижер ашуына мінеді де Лилидің оркестрден кетуін талап етеді. Көшеде қызды әкесі тауып алады. Сөйтсе, ол оны күні бойы іздепті, және тіпті полицияға қоңырау шалмақ болған. Ер адам Хагенді жануарлар үйіне жіберем деп бопсалайды. Лили әкесінен мұны жасамауын өтінеді. Сонда оның әкесі Хагенді көліктен сүйреп шығарады да жолдың ортасында қалдырып кетеді. Ал өзі болса әрі қарай жолын қызымен бірге жалғастырады. Хаген қожайынының артынан жүгіреді. Лили айғайлап жылайды, ал оның әкесі газ педалін қаттырақ баса түседі. Хагенге өте қорқынышты. Айналада көліктер зуылдауда, және ол олардың дөңгелектерінің астына түсе жаздайды. Таң атады. Хаген аянышты ұлып, лайлы шалшықтан су ішеді. Ол тағы да өзінің қожайынын іздеуге шығады. Көп замай ит бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолды кесіп өтуді үйренеді. Хаген ет пен шұжық сатылатын базарға тап болады. Бейшара төбет өте аш, және азыққа үміттене қарап тұр. Алыс емес жерден тағы да бір қаңғыбас ит пайда болады. Хаген оның соңынан еріп, олардың мұнда өте көп екенін көреді. Олардың барлығы қоқыс жәшіктеріне тасталған қалдықтармен қоректенеді. Иттер үре бастайды. Сатушылардың бірі жетіп келіп, оларды өзінің дүкенінің қасынан қуып жібереді. Барлық иттер қаша жөнеледі, және тек Хаген ғана қалып, аянышты дауыспен ұлиды. Ет сатушысы да жануарларды жек көреді. Сондықтан Хагенді бетбақтығы үшін жазалауды шешеді. Ол қолына орасан үлкен пышақты алып, итті бұрышқа қысады. Хагенді басқа көше иті құтқарып қалады. Ол ер адамды шалбарынан тартады. Ол тайып кетеді де біздің кейіпкерлеріміз қашып үлгереді. Ол жаңа досымен бірге көшеде жарысып, ондаған қаңғыбас иттер мекендейтін бос жерге тап болады. Оның жаңа үйі енді осылай көрінетін сияқты. Таңертең бос төңірекке бірнеше көлік келіп тоқтайды. Бұл қаңғыбас жануарлардың аңшылары. Иттер оларға үлкен қауіптің төніп тұрғанын түсінеді, және әртүрлі бағытқа қаша жөнеледі. Өкінішке орай барлығы қашып үлгермейді. Аңшылар иттердің көпшілігін ұстап алып, өздерінің көліктеріне сүйреп апарады. Хаген қашып кетуге тырысады, бірақ көп замай тығырыққа келіп тіреледі. Сонда ол өзінің агрессивті емес екенін көрсету үшін аңшылардың бірінің қолын жалайды, бірақ ер адамның бұған түкіргені бар. Хагенді кезекті мәрте оның жаңа досы құтқарып қалады. Олар аңшылардан ақыры қашып құтылады. Ит қала көшелерімен жүгіріп келе жатқанда оны қандай да бір қаңғыбас байқап қалады. Ол Хагенді жасырып, оны аңшылардың аулауына жол бермейді. Сондай-ақ тағы бірнеше итте құтқарылып қалады. Қаңғыбас Хагенді өзінде қалдыруды шешеді. Ол оны өзінің тамақ қалдықтарымен сыйлайды, және арқаннан оған қарғыбауын жасайды. Бұл уақытта әкесі Лилиді музыка мектебіне әкеліп, дирижердан оған тағы да бір мүмкіндік беруін өтінеді. Қыз алаңдаудың салдарынан аспапта ойнай алмай жатыр. Сол себепті велосипедіне мінеді де Хагенді іздеуге шығады. Ол жоғалған ит туралы ақпарат жазылған парақшаларды қаланың айналасына жапсырып, досының атын қатты айғайлап шақырады. Кешкісін жаңбыр басталады. Лили музыка мектебіндегі өзінің таныстарына келіп, Хагенді іздеп жүргенін мойындайды. Жігіттердің бірі оған қолдау көрсетуге тырысады. Шамасы Лилиге ол қатты ұнайтын сияқты. Ол тіпті оны оркестрдегі басқа қыздан қызғанады. Келесі күні көшедегі қаңғыбас Хагенді жергілікті мейрамхананың иесіне сатып жібереді. Оны әлдебір жертөледегі бағанаға байлап қояды. Мұнда Хагеннен басқа тағы да бірнеше ит бар. Олардың барлығы қатты үруде, алайда бостандыққа шыға алмайды. Мейрамхананың қожайыны иттер төбелесіне қызығатын ер адамға осы төбеттерді көрсетеді. Ол Хагенге қызығушылықпен қарайды, және оны сатып алуды шешеді. Ер адам итке бірнеше таблетканы созады. Сөйсе, бұл ұйықтататын дәрі болыпты. Хаген өзінің жаңа үйіне
тап болады. Ер адам тамаққа әлденені қосып, оны төбетке береді. Тамақтанып алғасын Хаген қатты өре бастайды. Біздің кейіпкерімізді тар тордың ішінде ұстайды. Ол күн өткен сайын зұлым бола бастайды. Мәселенің бәрі оны белдік пен таяқ арқылы жаттықтырып жатыр. Ілмекке ілінген шикі етті аулауға, жүгіру жолында тер төгуге мәжбүрлейді. Ал тағы өне бойы жазалайды. Жаңа қожайын Хагенге әлде бір инені салады. Иттің жағдайы бірден нашарлап кетеді. Көп замай ол ұйықтап қалады. Ол ұйықтап жатқанда ер адам оның азу тістерін қайрайды. Ол шикі еттің үзіндісін алып, оны ағаш тақтаға шегелейді. Хаген оны жеуге тырысып жатқанда ер адам оның жынына тиеді және иттер төбелесіне дайындайды. Біз Хагеннің енді бұрынғыдай мейірбан төбет емес екенін көреміз. Лили өзінің досын табуға деген үмітін жоғалтпайды. Күндердің бірінде ол иттерге арналған қамқорлық үйіне келеді. Иттерге қамқорлық үйінің қожайыны Хагеннің суретіне қарап тұрады да оларда мұндай төбеттің жоқ екенін айтады. Кешкісін жаңа қожайыны Хагенді оның алғашқы иттер жекпе-жегіне әкеледі. Ол өзінің төбетіне 1000 евро тігеді. Жекпе-жек басталады. Сіздердің психикаларыңызды сақтап қалу үшін бұл төбелесті сіздерге сипаттамаймын. Рингте Хаген іс жүзінде басқа итті етке айналдырады және керекті сәтті ұстай отырып өзінің қатыгез қожайынынан қашып кетеді. Ол осы қорқынышты жерден мүмкіндігінше алысыраққа кетуге тырысып, жол бойымен жүгіреді. Бұл уақытта Лили оркестрдегі сымбатты жігіттен оны өзімен бірге клубқа алып баруын өтінеді. Осылайша ол ересек адамдар көңіл көтеретін жерге алғаш рет тап болады. Іште Лилидің досы оркестрдегі басқа қызды биге шақырады. Көп замай Лилидің жағдайы нашарлап кетеді және ол еденге жатады. Қызды клубтың қарауылы оятады және оны полиция бөлімшесіне алып кетеді. Лилидің әкесі пайда болып, қызын үйге алып кетеді. Ер адам кенеттен жылай бастайды және қызға жануарлар үйінен жаңа итті алып беруге уәде береді. Бірақ Лили оған мұның қажет емес екенін айтады. Жаңа күн басталады. Хаген оның өмірін бірнеше рет құтқарып қалған әлгі итті кездестіреді. Екеуі де құдды өздерінің шытырман оқиғаларын баяндап жатқандай аянышты өреді, ал сосын жаңбырдан бірге тығылады. Көп замай оларды тағы да қаңғыбас иттердің аңшылары тауып алады. Бұл жолы олар айтарлықтай көбірек. Хагенді ұстап алады және ол иттерге қамқорлық үйіне тап болады. Иттер жекпе-жегінен соң ода бірнеше жарақат қалған, сондықтан оны басқа иттерден алшақтатады, ал олар мұнда өте көп. Иттерге Том мен Джерридің мультфильмі көрсетіледі. Олар экранға үлкен қызығушылықпен қарап отыр. Хаген көрші бөлмеде иттердің бірін мәңгі ұйқыға жіберіп жатқанын көреді. Біздің кейіпкерімізді торға қамайды. Жақын жерде басқа иттер шағымдана үріп, аянышты ұлып жатыр. Күндіз баспанаға өздеріне үй жануарларын асырап алғысы келетін адамдар келеді. Бір балақай Хагенді ұнатып қалады, бірақ төбет ызалана үріп, оған ұмтылады. Қамқорлық үйінің қожайыны оны мәңгі ұйқыға жіберуге шешім қабылдайды. Хагенді ең агрессивті жануарлардың торына сүйреп апарады. Ал Лили бұл уақытта өзінің алғашқы үлкен концертінде өнер көрсетіп жатыр. Жануарлар үйінің қызметкері жабайы иттердің торын ашқанда Хаген ашулана ырылдап оған атылады. Тор ашық, сондықтан басқа жануарлар да бостандыққа шығады. Біз олардың 10 шақты ғана емес 100-деген екенін көреміз. Иттер тобырын қамқорлық үйінің қожайыны байқап қалады. Ол Хагеннің тұмсығына әлде бір қызыл нәрсе шашырағанын көреді және барлығын түсінеді. Бұл әйелдің саудасы көпке бармайды. Қаңғыбас иттер өздерінің түрмелерінен қашып кетеді. Енді оларды ешкім қинап қорламайтын болады. 100-деген қаңғыбас иттер қаланы кезуде. Өтіп бар жатқан адамдар қорқынышпен қашады. Адамдар өздерінің үйлеріне жабылып, көліктеріне тығылады. Мұны жасап үлгермегендерге ондаған аш иттер атылады. Қалада нағыз хаос басталады. Лили өнер көрсеткен концерт сәтті өтеді. Қыз өзінің партиясын тамаша орындап шығады. Бірақ кенеттен концерт залына бірнеше қаңғыбас иттер енеді. Лили олардың араларында Хагеннің бар екенін түсінеді және оны табу үшін көшеге шыққысы келеді. Оның оркестрдегі досы ғимараттан қосымша есік арқылы шығуына көмектеседі. Ол Хагенді іздеуге шығады. Біз фильмнің ең басында көрген сәтке ауысамыз. Лили велосипедте кетіп бар жатыр, ал оның артынан қаңғыбас иттер тобыры қуып келе жатыр. Қыз педальдарды қаттырақ айналдырады, бірақ кенеттен велосипедтен құлайды. Иттер оның қасынан өтіп кетеді және шабуыл жасамайды. Лили оның тізесі сынғанын байқайды. Ол тағы да велосипедіне отырып іздеуді жалғастырады. Кеш батады. Хаген оны иттер жекпе-жегінің жанкүйеріне сатқан мейрамхананың иесін тауып алады және барлық реніштері үшін одан кек алады. Лили әлі де қала көшелерін аралап жүр. Ол жақын маңнан иттердің үруін естиді және дүкендердің терезесінің бірінен қызыл дақтарды байқайды. Полиция пайда болып, Лилиді үйге жеткізіп тастауға тырысады, бірақ қыз көліктен қашып кетеді. Өзінің велосипедін алады да тағы да Хагенді іздейді. Ол агрессивті иттердің тағы да бір құрбанын табады. Бұл оларды қатты жек көрген әлгі ет сатушы секілді. Көргеннен Лили раковинаға құсады. Қаланың барлық полициясы түкті қашқындарды жоюға асығуда.
Көптеген оқтар атылып, иттердің бір бөлігі жерге құлайды. Қалаға коменданттық сағат енгізіліп, адамдардың үйден шықпауларын өтінеді. Алайда ашулы иттер Хагеннің бұрынғы қожайынының үйіне еніп үлгереді. Біздің жынды кейіпкеріміз оны құбыжыққа айналдырған адамнан аяусыз кек алады. Полиция аңшылықты жалғастыруда, бірақ қаңғыбас иттердің саны азаяр емес. Лили үйге оралып, пәтердің астан-кестеңі шығып жатқанын көреді, ал еденде олардың көршілері жатыр. Қыз қорыққанынан айғайлайды, кілттерді алады да өзінің әкесінің жұмыс орнына барады. Онымен бірге бір уақытта онда Хаген де жетіп келеді, және міне Лили ақыры өзінің сабалақ досын жолықтырады. Бірақ бұл ол білетін көңілді әрі өміріне қуанышты ит бекен. Жоқ, қыздың алдында енді нағыз жабайы жыртқыш. Оның артынан қаңғыбас иттердің толықтай тобыры пайда болады, және Лили олардан қашып кетуге тырысады. Кенет бәрі тоқтайды. Біз Хаген осы барлық топтың көшбасшысы екенін көреміз. Лили әкесін шақырады. Төбет ырылдап жатыр. Қолындағы күйдіргішімен қыздың әкесі пайда болады. Лили өзінің аспабын шығарып, ода ойнай бастайды. Иттер үрулерін тоқтатады. Хаген отырып, қожайыны әуендетіп жатқанда мұңая ұлиды. Басқа иттер де солай жасайды. Көп ұзамай барлық иттер мойынсынушылықпен жерге жатады. Лили де олардың қастарына жатады және Хагенге аянышпен қарайды. Егер шолу ұнаса, видеоға лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ арнаға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басыңыз. Тезірек 100 000 жазылушыға жеткізіп тастайық. Келесіде кездескенше.